Сәлем, қалдарыңыз қалай? Бүгін өте жеңіл жасалатын печеньенің түрі тағы да бұл балмен жасалатын, балмен орехпен жасалатын печенье. Бұған кететін заттар міне бәрін сразу араластыра саласыздар. Видеодағыдай 4 жұмыртқа, 150 грамм қант, яғни қымшекер, сахар разрыхительден 20 грамм, растительное масло 200 мл, мед 250 мл, он 900 граммдай кетеді ау. Или соның бәрін салып, илеп, осындай қалыпқа келтіреміз. Содан кейін бірден доңғалақтап, жаймай-ақ осы уақыттан доңғалақтап печеньеға айналдыра береміз. Әртүрлі форматта жасасаңыздар болады. Бәрі өзіңіздің фантазияңызға байланысты. Өте жұмсақ, әдемі, сондай дәмді печенье болды. Үйден жасағанға күшті екен.